Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Рубик текшесінің 2-2 түрін құрастырып үйренуді бастаймыз. Осы видеоны бірінші рет қарап отырған достар болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тағы да сабақтарды қарау үшін. Сонымен бүгін Рубик текшесінің 2-2 түрін құрап үйренеміз. Яғни бұнда осыған дейін 3-3 Рубик текшесін құрастырып үйренген болатынбыз. Дәл сол сияқты Рубик текшесінің 3-3, міне 3-3. Дәл сол сияқты, тек бұнда бізде 3-3 текшесінде қабырғалар болды. Ал бұл 2-2-де қабырғалар жоқ, тек қанағы міне бұрыштар. Бұл 2-2 текшені құрастыру дәл осы 3-3-ті құрастырған сияқты формулалар қажет болады. Егер сіз осы 3-3-ті менің видеоларымды қарап, сабақтарымды қарап құрастырып үйренген болсаңыздар, 2-2-ні құрастыру сіздерге оңайға соғады. Сонымен, бірінші құрастыру үшін бізге пиф-паф әдісін есімізге түсіруіміз керек. Пиф-паф әдісі естеріңізге салып өтейін. Жоғары, оң, фронт, алды, арты, сол, асты дейік. Есіңізге салып өтем. Пиф-паф әдісі. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Дәл осы пиф-пафты 6 рет орындаған кезде Рубик текшеміз орнына келеді. Біз тек 1 рет орындадық. Тағы да ары қарай. 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет, 6 рет. Міне 6 рет орындаған кезде орнына келді. Енді Рубик текшемізді бұзайық. Әртүрлі бағытқа бұрып, блоктарын барлығын бұзып тастайық. Сәйкес түстер бірге болмасын, қиынырақ болсын. Жақсы. Енді неден бастаймыз? Кез келген бұрышты алуға болады. Біздер бүгін қызыл, жасыл, ақ түсті алайық. Дәл осы 3-3 Рубик текшесі сияқты бірінші ақ түстен төменге ақ түсті жинаймыз. Яғни 3-3-те крест жинау болды бізде. Крест жинайтын болдық, одан бұрыштар жинадық, одан сәйкестендіріп, одан кейін мына қабырғаларды қойдық. Бізде ондайлар болмайды. Тек ақ түсті астына жинаймыз. Содан соң қабырғалар керек болмайды. Қабырғалар бірден жоғарғы қатарға көшіп кетеміз. Ал кеттік. Жасыл, қызыл, ақ түсті біздер сол бағытымызға астына қоямыз. Және қалған ақ түстерді астына жинауымыз керек. Осылай ұстаймыз. Мына жерге қызыл түс, мына жер жасыл түс. Осы жасыл түсті бұрыш керек бізге. Бір жағы жасыл, бір жағы ақ түс керек. Оны жоғарыдан іздейміз. Міне, жоғарыдан іздедік, бізде табылмады. Егер табылмаса, ол түсіміз, яғни төменде тұр деп. Міне, төменде тұр. Міне тұр. Ондай жағдайда мына ақ түсімізді кез келген бағытқа бұрап жоғарыға шығарып аламыз. Міне, мынау жоғары болып саналады. Міне, жоғарыға шығардық. Енді бізге мына жерге қою керек. Мына жерге қою үшін жаңа 3-3-тегі сияқты жоғарына әкеліп аламыз. Міне, әкеліп алдық мына жерге. Бұл бұрышты мына жерге қоюымыз керек. Ол үшін пиф-паф әдісін естеріңізге түсірейін. Мына жақта ақ тұрса 1 рет орындаймыз. Жоғарыда ақ тұрса 3 рет.
алдында ақ тұрса 5 рет орындаймыз. Бұл бірінші алдыңғы сабақтарда болды. Бастайық. Мынандай жағдайда 3 рет орындаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Мына соңғы қадамды ұмытпаңыздар. Орнына қоюға. Так, орнына қойдық. Енді текшемізді бұрамыз. Келесі мына жерге қызғылт сары түсті ағы бар бұрышты тауып аламыз. Жоғарыдан іздейміз. Жоғарыда тағы да жоқ. Егер жоғарыда болмаса, астыңғы бөлікте мін тұр. Оны бір қадам сағат тіліне қарсы оң жағымды бұраймын және жоғарды сағат тілімен бұрап үстіне келтіріп аламын. Енді алдында тұрса, бізге қарап тұрса, онда 5 рет орындаймыз пиф-пафты. Бастайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне. 5 рет пиф-пафты орындаған кезде орнына келді. Келесі көк түсті және ақ түсті. Көк, ақ. Және енді мына жердегі қызыл түс қалды. Осыны мына жерге қоямыз. Тағы да 5 рет орындаймыз. Бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне 5 рет орындадық. Міне, достар, біздер төменгі қатарды орындарына қойдық. Міне, Рубик текшеміздің төменгі қатары орындалды. Яғни мына 3-3-тегідей төменгі қатарды бірінші орындаймыз ғой, сол сияқты бірінші қатарды орнына қойдық. Жақсы достар, келесі сабақта жоғарғы қатарды орындарына бұрыштарды қоятын боламыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сабақтарды жіберіп алмау үшін. Сау саламатта болыңыздар.